Ағады ыстық жастар көзден парлап, ұл қызың қалып барат жылап зарлап, беу маңғаз мамыражай дүниені сумажал аяқ асты кетті шарлап. Бір сәтте апыр-топыр ойран болдым, өкініп бала жүрек қайран болдым, мазалап сан сұрақтар көкейімді қуарып, өне бойым күздей солдым. Еңіреп екі көзім қанға толды, қараши туыс туған жанға толды, сен жатқан тар бөлмеге тағы барып, сүйгім кеп кең маңдаймен мұздай қолды. Қалайша кете бардың бізді тастап, қаңтардың қара ызғар жерін жастап, қос қызың қарындас пен келін жарың толғады 90-ынан жоқтау бастап. Өмірде жүр алмадың алшаң басып, қуанып жайраң қағып асып тасып, сабырлық, салмақтылық атақаннан жібермес, тектілігің жүрсең қашып. Қамқорлық бойыңыздан тұрған шашып, көрсетіп жанашырлық қырдан асып, досқа да, дұшпанға да дарбазаңыз жабылмай айқарыла тұрдау ашық. Жанаке, Имановтай есіңде ме? Достардың апарып сап кешіне де, тұрушең сағатыңа қарап алып, ойланып, тойшыл қызым кешіге ме? Мектепке алғаш рет бардық бірге, қатарлас аурухана тұрды ірге, үстімде ақ бантик пен қоңыр форма, көтеріп қара сөмкем жүрдің бірге. Әкешім, ұмытпадым сол бір күзді, үлгілі ақ ниетпен ісің ізгі, қолымда жез қоңырау сылдырлатып, құттықтап мектебімді нұрлы жүзді. Ауылда тәртіптеді қора қопсың, тазалық бола тұғын жақын досың, әр күні дамыл бермей бойыңызға жүрдіңіз талғап ішіп асты сосын. Жарасып, әзіліңіз үлкенменен, көрушем көзден мұңды күлгенменен, дертіңіз бар екен-ау, әке тайым, шапқылап арамызда жүргенменен. Топырағына табанын тигеннен, торғайдың суын ішкеннен бастап, осы уақытқа дейін алдымызда аға боп, Алатауда ол кісі жүрді, ізінен еріп іні боп біз жүрдік. Аман сау енді төтеннен келген ажал ғой, енді ғайып дейміз. Сол күтпеген жерден осылай ағамыздан айырылып қалдық. Ал енді ол кісі Дүйсекең туралы айтатын болса, қай жағынан болса да, ол кісінің жаңағы адамдығы, адамгершілігі, қарапайымдылығы, мейірімділігі, мынау өзінің баласы да, соларға берген тәрбиесі, тәлімі, оның барлығы да бөлек-бөлек әңгіме. Мына жерде біздің салтанатымыз тұр, мына жерде Толқын тұр, анау Фараби тұр, өзі қарапайым болғанмен осылардың өнерге, құлаш сермеуіне, қанат қағуына, осылардың ел алдында, осылай топты жарып, 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шығып жүруіне, бәріне кәдімгі ауылдың қарапайым азаматы ретінде, әке ретінде көп ерен еңбек сіңірді. Оны айту керек. Мектепте бірге ұстаз болып қызмет атқардық. Мектептегі ұстаздығы ол кісінің енді мұғалімдігі жай қарапайым еңбек технология пәнінен сабақ бергенімен, соның ішінде ол мына педагогика, психология дегеннің бәрі ондай ғылымды қаншалықты меңгерген бір Құдайдың өзі біледі. Бірақ сол жай өзінің ісімен, сөзімен, сол жүріс тұрысымен ақ сондай тәрбиелеген, сондай азамат біздің Дүйсекең. Оның сыртында бүкіл андау сол кездегі Иманов кеңшарының совхозының бүкіл жұмысын кәдімгі сол кездегі нар көтеретін жүк қой, соның бәрінде бригадасынан бастап барлығын, малдың да жағдайын, жанның да жағдайын, ауылдың тұрмыс тіршілігінің бүкіл жағдайының барлығын 5 жыл дүниеде жылатса да, о дүниеде жылатпалла. Көпірден құлапсаң да, қыл көпірден құлаппалла, жүрегіңді суытпалла. Біз пендеміз ғой, тіршіліктің қамымен жүрсек, аманаттап сол өзіне тапсырып жатырмыз, сол ұмытпалла дегіміз келеді. Жатқан жер жайлы топырағы торқа болсын. Мына бүгінгі беріп жатқан садақаларыңыз, дәмдеріңіз, оқылған дұғаларымыздың бәрі қабыл болсын деймін. Алдындағы сөйлеген кісімен екеуміз бар, тағы да басқа адамдар бар. Әлгі айтады ғой біздің.
ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтады ғой. Сол сияқты ақырын ғана жүріп бүкіл елге, бүкіл балаға, бүкіл жұртқа сыйлы болып өткен адам. Біз ол кісінің балаларын оқыттық, балаларының бәрі өнерлі, сондай жібек мінезді болды. Артының қайырын берсін. Алдағы уақытта балалары үлкен соғысының ойлаған армандарына, көздеген мақсаттарына жетіп, балаларының Бар меді әке тайым наз өкпеңіз, шыға алмасам көңілден тым сөкпеңіз, ұмытса да мына жұрт күні ертең, ұрпағыңмен мың жасап, мың көктеңіз. Бұл ажал жұтады екен батырды да, тербеген өлеңімен ақынды да, Құдайдан қанша мәрте тілегенмен, амал жоқ, жұтады екен жақынды да. Кеш түсіндік, жалғанда қадіріңді, жылағанмен құшақтап қабіріңді, кеткеніңді келмеске білсем дағы, күтуменен бастаймын әр күнімді. Естідің бе халықтың ақ лебізін, сойдырамын қойлардың ең семізін, басыңызға кеп тұрам шелпегіммен, шағаладай сағынған көк теңізін.